содан кейін бір ғой қазір мына тойдан шығып отырмын да, кішкене жаңағы сөздер көп көңіліме тиеді да. Мына айтып жатыр ғой, не деп, Бексұлтанның екі қызын жылатып деген сияқты сообщение маған көп келеді. Менің де тура Бексұлтанның екі қызы сияқты бір ұлым бар, иә. Ол да жетім қалды, ол әкесінен, енді әкесімен ажырасып кеттік, иә. Біз үлкен адамдармыз, ересек адамдармыз, солай шештік, иә. Ерасыл да тірі жетім қалды, бірақ ешқандай жыламай қабылдап жатыр, басқа әке болса да, иә. Мен ешкімнің көз жасын жылатып, біреудің отбасынан алып кеткен жоқпын, иә. Біреуді ажыратып алып кеткен жоқпын. Соны дұрыс түсінсеңіздер, и каждый комментарияның астына екі қызын жылатып, бақытты болмайсың, бір нәрсе деп жазбай ақ қойыңыздар. Мен қатты ашулымын реально осындай комментарияларға, потому что мен никогда женаты еркектермен жүрмегенмін, никогда. Мен өзім табу қоямын ондай заттарға, ал ажырасқан, мен де ажырасқанмын, біз тағдырласпыз Бексұлтан екеуміз. Просто көңіліңе тиеді екен да осындай дүниелер. И вообще мен одан да айтайын, Бексұлтанның екі қызы менің енемнің қолында, қасында қарап жатыр, күніне 100 рет барады қыздарына, алатын алып беріп жатыр, киімін киіндіріп жатыр, алимент төлеп жатыр. Ешқандай екі қыз жылап жатқан жоқ. Қыздарының қасында әкесі бар, шешесі болмаса да әкесі бар. Сол үшін маған өйтіп жекеме өтіп жазудың қажеті жоқ. Реально мен уже бір үндемеймін, екі үндемеймін, просто осы негатив айтатын бір стористар шығар, наверное, потому что мен де адаммын, да, менің де көңіліме тиеді, мен де ет пен сүйекте жаралған адаммын ғой. Мен я не собираюсь терпеть постоянно. Ой, сен сөйттің, сен бүйттің, сен сорлығатын, бүйтпейсің, жарытпайсың деп. Жартам ба, менің күйеуім мен қасында бақытты ма, бақытсыз ба, оны ешкім шешпейді, оны біз ғана білеміз. Егер мен сияқты нашар әйелдің қасында жүрсе, Бексұлтан баяғыда кетіп қалатын еді. Мен үйім жиналмай ма, схоже, кстати. Это наши проблемы. Мен үйді жинамай жатсам. Күмбезді Түркістан